Қазақстандықтар жойғын жер сілкінісінен зардап шеккен Түркияға көмек ретінде 600 мың доллардан астам қаржы жинады. Қайырымдылықтың жалпы сомасы 1 миллион 819 мың доллар болып отыр. Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының қолдауымен жер сілкінісінен зардап шеккен Сирияға да 50 тонна гуманитарлық көмегін жеткізді. Жалпы біздің ел негізінен мемлекеттік резервтен бөлінген азық-түлік, жылы киімдер, шатырлар, кереуеттер мен төсек орын жабдықтарын жіберген. Табиғат апатынан зардап шеккен түрік ағайындарға көмек қолын созудан су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де шет қалған жоқ. Кәсіпорын ұжымы бірауыздан қаржылай қолдау көрсетуді ұйғарды. Біз енді мұндай жағдайда қарап отырмаймыз. Біз осы күнге шейін арысты болған жағдайда да біз сыртта қалған емеспіз. Мақтааралда болған жағдайда. Бүгін кішігірім жиналысымызда әріптеспен ақылдасқанымда бәрі бір ауыздан келісім беріп, бір күндік айлығына сол Түркия еліндегі бауырларымыздың азғынтай болса да жағдайын жақсарту мәселесінде ақша тарту біз ұйғардық. Аманшылық болса әзір бас бухгалтер есептеп жатыр. Менің енді бұлай есебім бойынша бір 6-7 миллион теңге аударатын шығарымыз. Әйтеуір бір еліміз, бауырларымызға бір жеріне көмек тиетін шығар деп ойлаймын. Меніңше дүние жүзінің әзір кеше естім, 60-ға жуық мемлекеттердің халықтары жабылып жәрдем көрсетіп отыр екен. Қиын кезде біз бір-бірімізді қолдап жәрдем беруіміз ол енді жалпы адамзаттың міндеті деп ойлаймын.